Алла Тағала сондықтан айтып отыр, өлім сәтінің жағдайдың қандай екені. Өйткені олардың біреулеріне, Алла Тағаланы мойындамағандардың біреулеріне, хатта иза жаа ахадухумул мауту, олардың біреулеріне өлім келген кезде, қоля робби ржиғуни, өлім келіп атқан кезде, Раббым, мені қайтаршы дүниеге деп айтады дейді. Қараңыз. Лағалли, мүмкін мен амалу солихан, салиқал амал істермін енді. Қараңыз, өлім сәтінде көз нақты жетеді. Бүкіл ақиқатты мойындайды. Бірақ ол иман деп аталмайды. Иман көрмей тұрып, иман келтіру сол нәрсеге. Раббым, мені кері қайтаршы, мүмкін мен салиқал амал істермін деп атқан кезде, Алла Тағаланың үкімін қараңыз. Кәлла, әсте сен айтқандай болмайды. Иннаха калиматун, сенің аузыңнан шыққан құр бос сөз. Қараңыз. Хуа қаилуха, ал сен оны бір айтушы адам ғанасың. Қарашы қалай. Үлде көңіл бөлмейтін нәрсені айтып жатыр да. Ва мин вараихим барзахун иля яуми юбасун. Міне, қайта тірілетін күнге дейін сен енді барзах әлемінде боласың дейді. Сондықтан қабірдегі жағдайлардан баршамыз сақтасын, құрметті жамағат. Алла Тағала қабірдің нығметін ғана көрсетсін баршамызға. Міне, сөйтіп өлім сәтінде нақты ажырап баратқандығына көзі жеткен адам, балтыры балтырына оратылған әлсіздігімізді көрсетіп жатыр Алла Тағала. Еш нәрсе істей алмайсың, аяққа жабысқан, жан суырылып жатыр. Тәкаппарлық сынды, өшті бүкіл нәрсе. Бүкіл нәрсе өшті. Еш нәрсе жоқ. Суырып алып кетті болды, тән қалды. Ана тәнденді бұлай аударсаң да, ол кешегендей айқайлаймайды ол. Қараңыз. Жоқ бітті. Мерзім берілгенге дейін құтырған екен ғой адам. Міне. Сол Алла Тағала жаңағы тәубамызды, сондай бір түзелуімізді нәсіп етсін баршамызға. Енді не болады? Балтырға оратылды, жан суырылды. Иля роббика яума изинил масақ. Қараңыздар. Ол күні енді Раббыңа қарай айдаласың дейді. Айдалу деген сөздің өзі қорқынышты. Білесіздер ғой, Сібірге айдалды деген нәрсені білеміз ғой біз. Ит жеккенге айдалыпты деген. Ерік жоқ дейді. Өлім сәтінен бастап Алланы мойындамаған адамдарға ерік деген нәрсе болмайды екен болды. Ол сөзі де тыңдалмайды екен. Ерік жоқ та. Ал мұъминге керісінше одан сайын ашып береді еркін. Жаңағы пайғамбар Алла Тағала Құранда айтқандай, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инналлазина қалу раббуналлах. Әлгі Раббымыз Алла дегендер. Қараңыздар. Суммастақому. Сосын Құранмен зу болғандар. Зу жолмен жүргендер. Татаназзалу алейхимул малаика. Періштелер түседі оларға өлім сәтінде. Қараңыздар. Қандай сөзбен? Алла тахафу. Қауіптенбеңдер, періштелер. Валя тахзану. Уайымдамаңдар да. Не деген сөздер, субханалла. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Өздеріңе уәде етілген жәннатпен сүйіншіленіңдер дейді. Қараңыз. Өлім сәтінде қандай нәрседе? Қабірде. Сонда мына сөзді тағы айтады. Нахну аулияукум. Періштелерді көрген жоқ қой өмірде олар. Сонымен біз сендердің достарыңбыз ғой деп айтады екен. Фил хаяти дуния. Дүние тіршілігінде де біз дос болғанбыз. Сенің тілегіңді тілеген біз арқаңда жүріппіз. Міне бүгін ақыретте де біз сенің досыңбыз дейді. Валакум фиха ма таштахи анфусукум. Ана сендерге сүйіншіленіп атқан жәннатта көңілдерің не қаласа сол бар дейді. Қараңыздар. Не? Қандай нәрсеге тәбетің болады, соның бәрі бар дейді анда. Валакум фиха ма таддаун. Сондай-ақ не ойласаңдар да болады дейді о жақта.
не ойласаңдар да болады, сол беріле қалады дейді сіздерге. Не қандай нәрсені айтып отыр. Міне бұлардың айдалулары басқаша болады, Раббыларына қарай. Ал жаңағы жақтардың айдалуы басқаша болады. Ол айдаудан айдау, ссылкадан ссылка болады.